Hayatım boydadım. 18 yaşımda uylandım. Әйелім 5 балам бар қазір. 32-демін, 5 баланың әкесімін. Батыр әке деуге болады. Оңай емес. Сіздерге бір соғыс туралы әңгіме айтып берейін. Болған оқиға соғыс туралы. Оқиғаның аты әйелім және мамам деген. Жаман соғыс. Мына жақта әйелім, мына жақта мамам, ортасында мен. Өте қиын. Екеуі көп ұрысады, бірақ никогда прямой ұрыспай, биаток мен арқылы дөді. Екеуі подружка ұқсап күліп қойып жүре береді ғой. Сөздің ашығын айтайын, мамамның сөзі жаман, әйелімнің көзі жаман. Мама сөзбен мүжейді, ынжық көлтай шірік, әйеліңнен қорқасың, сен сорды тығып беріп жүрсің деген сияқты әңгіме. Анау сөйлемейді, бірақ көзбен мүжейді. Кірсе де аларып кіреді, шықса да аларып шығады, отырса да аларып отырады. Алафесті. Негізі әңгіменің ашығын айтатын болсам, негізі енелер көп дейседі байқұс келіндерге. Болмайтын нәрсеге миларын жеп бұл байқұстардың. Бұл байқұстар арам болады. Енелерді ақымақ емес қой, бұлардың еркіне жіберсең кетеді бұлар балақтан. Сосын енелерге айтайын, мына келіндер үйде мына бұрыш-бұрышта тиындар жатады ғой, кейде қалтамыздан түсіп қалады ғой, сол тиынның бәрі осы келіндер жинап жүреді. Рахмет келіндерге. Ұрыспай ақ қойыңыздар бірақ, 10 жылда 1000 теңге жинай алмайды байқұстар. Сонымен не керек? Мамам мен әйелім өткенде екеуі тойға кетті. Әйелдердің тойды бесік той. Мен бармайын дедім, екеуің барыңдаршы дедім. Сонымен екеуі қолтықтасып кеткен. Тойдан екеуінің настроениялары болмай келді. Бұл жолы тағы да не үшін ұрыс дегенде отырсам, бұл жолы екеуі ұрыспапты. Просто тойдан толтырып алып шыққан пакеттерін таксиде ұмытып кеткен. Екеуі қатты қайғырды. Бірақ та тамақ жемей таксисті қарғап шықты ғой екеуі. Жалмауыз қақалып қағыр ұялмай жолақтан шығарды. Ол байқұс өтті тегі тамақ болғаннан кейін жүрді байқұс. Екеуі қиын болды. Еще ол екеуін қалада тұратын үлкен жеңгем бар. Сол телефонмен звондап екеуін одан бетер күйдіреді ғой. Ана тойдан пакет толтырған көрген ғой үлкен жеңгем. Сол мамама түк білмегенсіз звондайды ғой. Мамам өткенде тойдағы пакеттегі дастарханның бәрін сіздер санапсыздар ғой, күшті жеп алған шығарсыздар деп. Мамам одан бетер боздайды ғой. Қайран кесек-кесек еттері бай сабаған деп. Әйелім пирогтарын деп қуып отырады өзінше. Оңай емес. Өткенде негізі соңғы кезде тойдан той болып кетті. Өткенде қайным үйленген әйелімнің енесі. Беташар болыпты. Беташарда біздің қатын бүкіл елдің көзінше келінге өсиет сөздер айтты ғой. Жақсы келін болу үшін не істеу керек екенін түсіндірді да бүкіл елдің көзінше. Елдің бәрі жылады. Мен ақ күлдім. Өйткені өзі біреуін орындаған емес айтып тұрған сөздерді. Өте инабатты келін бол дейді. Туған енесі ғой, ана әке-шешесіне қарап көріп қой. Инабатты келін бол, шошаңдама. Енеңнің көзіне тіке қарама, жерге қарап жүр. Ата енең күйеуің не айтса да заң көнесің деп. Енеңнің аяғын жүйдеп қояды еще. Ішімнен күлдім, өзің кісім жуғаш біріншіден. Өткенде мамамызға той жасап бердік па айтпақшы. Мамамызға той жасап бердік, дүркіретіп. Алдында 3 ағам бар үйленген, соңында мен, мамамызды бір тойлатайықшы деп, юбилейін жасап бердік. Тойда бір қызық болды ғой. Мамама сөз кезегі келді, елдің бәрі жиналып шақалай құрып бір тойдың егесі сөйлесін деп, сонымен мамашкаға микрофонды бердік. Мама әдемілеп тұрып тілегін айтты, сөйтті да, ал енді мен бір сыйлығым бар еді, соны берейін деді. Сөйтті да қолындағы алтын сақинасын шешті. Сөйтті да 4 келіні тұр ғой енді, 4-еуіне бүйтіп қарады. 4 келіні жайлап жыбырлай бастады. Маған деп. Сөйтті да мама айтты. Соңында ең кенжесі біз ғой енді қолында, мамашка біздің қолда. Мама айтты, енді маған қарап отырған, аст үстіме түсіп отырған, мына ең кіші болса да қолындағы келініме тағайын деп, алтын сақинаны тақты, елдің бәрі шапалия құрды, ана қасындағы 3 абысын жерге талып түсті ғой. Не болды, елдің бар шулады. Сонымен үлкен жеңгемізге бар, ана екеуі өтірік талып жатыр екен. Үлкен жеңгем шынымен талып қалды. Ойбай өлді деп су шашып қояды, соны мамаға айттым. Не болды мама, бір алтын тағам деп 3 адамды өлтірдің ғой дедім. Сонымен су шашып жеңгемізді оятып алдық. Сөйтсек ауыз жыбырлап жатыр, өзім-ақ сатып алам деп жыбырлап жатыр екен. Оңай емес енді. Негізі менің көп достарым бар да, өздерінше мақтанады. Әйелімде норковый шуба бар деп. Мықты болсаң, норковый шубаны бірінші шешеңе әкел деп айтар едім мен.
Өйткені әйелі өлмейді, ол өзінің баласы бар ғой ертең, сол әпереді. Бірінші анаға әперу керек деп ойлаймын. Қалай ойлайсыздар, дұрыс па? Өйткені қарап отырады ғой, ананың көңілі балада дейді. Көп жігіттер бар. Осы алюминий деген шоколад бар ғой, соны қолтығына тығып, шешесіне тығып, спальниге барып әйеліне беріп жатыр. Сол 150 уақыттан тұрады ғой, сол екі бала салып біреуін шешеге берсең жейді ғой ол да, дұрыс па? 150 уақыттан ғой сол. Норковый шубаны айтып отырмын ғой, шешеңе айтыш норковый шуба. Маман да ақымақ емес. Егер анаңа норковый шуба әперсең, анаң сол қымбат норковый шубаны екі арзандау норковый шубаға ауыстырады да, біреуін әйеліңе береді, өлтірмейді, әйелің шубасыз қалмайды. Дұрыс па? Ананы құрметтеу керек деп ойлаймын. Аналарымыз болсын деп. Бірақ келіндерге де оңай емес. Жақсы келін, жаман келін келісіп дейді ғой, айтады, жақсы болыңыздар. Өткенде радиоға бір келін звондайды дейді, радиоға. Сәлеметсіздер ме? Бүгін менің енемнің туған күні еді, соған бір ән жолдайсыздар ма деп. Жүргізуші шошып кетіпті. Ойпырмай, 20 жыл болды жүргізуші болып жүргеніме, бірақ енесі құтты тамаққа келінді бірінші рет көрдім. Молодец келін. Қандай ән жолдайық деп еді, ана келін айтты ғой. Ана Мейрамбек Беспаевтың көзіме көрінбесең деген әні бар еді. Құдай сақтасын, ондай болып жүрмесін. Аспан келіндер қарға батыр мен ішінен. Рахмет. Мына қазақта мынандай сөз бар да, көп адамдар бақытты әйелінен іздейді, болмаса біреулер күйеуінен іздейді, ондай емес. Бақыт деген мынандай бір әдемі 4 шумақпен келтіруге болады. Дүние алтын садақ ашылмайды, ішінен інжу маржан шашылмайды. Дүниенің 4 бұрышын шарласаң да екі жақсы бір жерге қосылмайды дейді. Бірінің кемшілігін бірі толықтырса ғана екі жас бақытты болады деп ойлаймын. Бақытты болсын жастар.